Сырды өзгеге ашпау. Хадис. Қиямет күні Алла тағаланың алдына барғанда, қиянат атаулының ең сорақыларының бірі төсек қатынасынан кейін әйелінің сырын ер адамның басқаларға жаюы. Ассаламу алейкум, құрметті тыңдармандар. Бүгін сіздерге сырды өзгеге ашпау жайлы айтатын боламын. Ал сіздер каналыма әлі де тіркелмеген жаңа тыңдарманым болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыз. Алланың нұры жаусын баршаңызға. Сырды өзгеге ашпау жайлы хадиске түсіндірме айтатын болсақ, бір-біріне бөтен, жат болған екі адамның шаңырақ көтеріп, бір төсекте бас қосуы отбасы қажетінің бірі болып саналады. Әрбір құрылған шаңырақтың өзіне тән ерекшелігі мен құпия сырлары бар. Отбасы бақытының баянды болуы үшін үйдегі құпия сыр сыртқа шықпай, ошақ қасында қалуы тиіс. Отбасындағы құпия сыр болсын, жеке бастың құпиясы болсын, тасада қалғаны абзал. Бұл мәселеге қатысты әрбір мұсылман адам жауаптылықпен қарау керек. Себебі өзгенің сырын басқаға ашу адамдар арасындағы қарым-қатынасқа селкеу түсіріп, қала берді шаңырақтың шайқалуына алып барады. Һәм адамгершілікке де жат қылық. Осыны ескерген дана шариғатымыз басқаның сырын өзгеге жария етуді құптамайды, қатаң тыйым салады. Әсіресе ерлі-зайыптылар арасындағы жұрт көзінен таса, құпия жасалуды талап ететін істерде. Ерлі-зайыпты жандардың бір-бірінің алдындағы міндетінің бірі де арадағы сырды басқаға жария қылмай, құпия сақтау. Сол себепті ерлі-зайыпты жандар жалпы үй ішінен бөлек, әсіресе жатын бөлмеде орын алатын құпия істерді ешкімге айтпағаны дұрыс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлям ақ некелі жандардың арасындағы қатынастың сыртқа шықпай, сол жерде қалуын ескерткен. Тіпті ол сырды құпия сақтамай, сыртқа жайған кісіні адамдардың жаманы және шайтан деп те сипаттаған. Хасан Басриден жеткен риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлям айналасындағы ер кісілерге араларында некелі жарымен жалғыз қалған кезде болатын нәрселерді айтатындар бар ма деп сұрайды. Бірақ ешкім үндемейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлям бұрылып, дәл осы сұрақты әйел кісілерден де сұрайды. Сонда әйел кісілердің бірі: «Уа Алланың елшісі, бұлар айтады» деп жауап береді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлям: «Бұлай жасауды доғарыңдар. Мұның мысалы бір шайтанның жол жиегінде екінші бір шайтанды кезіктіріп, оған тарпа бас салып, дүрсе қоя бергеніне және адамдардың да ол екеуіне қарап тұрғанына ұқсайды» деген. Ерлі-зайыпты жандардың жеке қалған кезде орын алатын істерді «мен бүйттім, ол сөйтті» деп басқаға жария қылуы аманатқа қиянат. Ал аманатқа қиянат жасау дінімізде қатаң тыйым салынған істердің бірі. Сондай-ақ өзара жыныстық қатынасқа түскен кездегі айтылған сөздер мен істерді өзгеге жария қылу намыссыздық пен адамгершіліктің төмендігін білдіреді. Һәм барып тұрған надандық. Бір кісі әйелімен ажыраспақ болғанда, басқалары мұның себебін сұрайды. Сонда әлгі адам: «Әйелімнің бойындағы кемшілікті сізге қалай айтпақпын? Бұған
дәтім бармайды деп жауап береді. Ажырасқанына едәуір уақыт өткенде барып, жаңағы сұрақ сұраған адамдар әлгі кісіге келіп, жоғарыдағы сұрақты қайта қояды. Сонда әлгі адам бөтен әйелдің бойындағы кемшілікті сізге қалай айтамын деп жауап берген екен. Бейне бір сыр сандығы секілді өзгенің сырын сақтай біліп, оны өзгеге жария қылмауда өлі дене секілді болу нағыз мұсылманның сипаты. Олай болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләмнің жоғарыдағы ескертулерін үнемі жадымызда ұстап, әдеп пен көркем мінездің үлгісі болуға тырысайық. Сөзге беріктік, сыр сақтай білу, аманат деп тапсырылған хабарды ешкімге айтпау адамның рухани кемелдігінің көрінісі. Алла тағала қасиетті Құранның Исра сүресінің 34-ші аятында сертті орындаңдар, сөз жоқ, уәде сұралады деп айтқан. Қазақ халқында жамандық пен жақсылықты бірдей бөліскен, өзіндей көрген жанашыр адамды сырлас деп атаған. Осыдан сырластым, сыр төктім, сыр ақтардым, сыр бөлістім, сыр айттым, сыр сақтадым деген сөздердің барлығы ата-бабаларымыздың сыр атаулыға қаншалықты үлкен мән бергендігін көрсетеді. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм алғаш дін нәзіл болған уақыттан бастап сахабаларын сыр сақтауға үйреткен. Өйткені уахидың алғашқы кезеңінде жүректеріне енді ғана иман ұялаған мұсылмандарға дін жаулары зиян тигізбес үшін Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәләмнің насихаты жасырын болатын. Сахабалардың сол уақытта көрген тәлімі олардың бойларында сырды сақтау, аманатқа берік болу, уәдені орындау сынды асыл қасиеттердің мықтап орнығуына себепші болды. Сахаба Әмір ибн Ас, Алла оған разы болсын, жүрек сырды сақтайтын орын, еріндер сол орынның құлпы, ал тіл соның кілті. Сондықтан әрбір адам сырдың кілтіне мұқият болсын деп өсиет айтқан. Адамның ешкімге тіс жармай сақтауы керек болған сыр атаулының мынадай бірнеше түрлері бар. Біріншісі, адамның жеке өзінің сыры. Екіншісі, отбасылық сыр. Ал үшіншісі, өзге адамдардың сыры. Адамның жеке өзінің сыры, әр адамның сыры. Ең бірінші жаратушы Аллаға, кейін өзіне мәлім. 90 би бабамыз пышағыңды мұқалтпа, не кеспесті біліпсің. Бейтанысқа сыр айтпа, не деспесті біліпсің деп айтпақшы, адам баласы өзге адамдардың арасында жеке басына, отбасына, өміріне зиян алып келетін, сондай-ақ ар-намысың тапталуына, қадірінің түсуіне себеп болатын сырлары турасында тіс жармауы тиіс. Алла тағала қасиетті Құранның Әл-Имран сүресінің 118-ші аятында: «Уа иман келтіргендер, өздеріңнен мүминдерден басқаларды сырлас тұтпаңдар. Олар сендерді әбігерге салуда еш қарап қалмайды, әрі сендердің қиналғандарыңды қалайды» деп айтқан. Өмірде адам баласы сенімсіз адамға сыр ашамын деп үлкен өкініштерге де тап болып жатады. Хазіреті Али радиаллаху анхудың ішіңде сақтаған сырың сенің тұтқының. Егер оны айтар болсаң, онда сен оның тұтқынына айналасың дейтіні осыдан. Сол себепті де сырды бөлісу қажет болса, оны иманды, шынымен жанашыр, аманатшыл адамға ғана айту қажет. Екіншісі, алғашқыда айтып өткендей, отбасылық сыр. Отбасы мүшелері ғана білетін,
Өзгелердің білуі қажет емес жайттарды да адам баласы сыр деп білуі қажет. Алла тағала қасиетті Құранның Бақара сүресінің 187 аятында ерлі-зайыптылар жайында олар сендер үшін киім іспетті, сендер де олар үшін киім секілдісіңдер деп айтқан. Ғалымдарымыз қасиетті Құранда ерлі-зайыпты адамдардың киімге теңелуінің бірнеше себептерін айтқан. Соның бірі киім адамның кемшілігін жасырып тұратындығы сияқты, отбасылы адамдар да бір-бірінің кемшілігі, отбасындағы кейбір жайттарды өзгелерден жасыра білуі қажет. Әсіресе дінімізде жария етуге болмайтын отбасылық жеке мәселелер турасында өзгелерге мүлде айтуға болмайды. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлям қиямет күні Алланың қасында ең үлкен аманат ретінде әйелімен отбасылы ақысын өтеп, ал таңертең екеуінің арасында не болғаны жөнінде адамдарға жария қылған еркектен сұралады деген имам Муслимде. Үшіншісі, өзге адамдардың сыры. Өзге мұсылмандардың жеке басына, отбасына қатысты сырларды жария етуге болмайды. Әсіресе өзге адамның айтпауды өтініп, аманат деп тапсырған сырын жария ету үлкен қиянат. Алла тағала қасиетті Құранның Әнфәл сүресінің 58 аятында расында Алла қиянатшылдарды жақсы көрмейді деп ескерткен. Анас ибн Малик, Алла оған разы болсын, былай дейді: Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәлям мені бір шаруамен жұмсаған болатын. Сол себепті анамның алдына кешігіп бардым. Үйге келген кезімде анам менен неге кешіктің деп сұрады. Мен Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәлям мені бір шаруамен жұмсаған еді дедім. Анам қандай шаруа деп сұрады. Мен бұл сыр деп жауап бердім. Сол кезде анам Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәлямның сырларын ешкімге айтпа деп өсиет айтты деген. Бұл хадистен өзгенің сырын сақтаудың маңыздылығын, сонымен қатар балаларды кішкентайынан сыр сақтауға үйрету керек сынды ғибраттар аламыз. Алла тағала баршамызды аманатқа берік құлдарынан қылсын. Амин. Құрметті тыңдармандарым, видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып және өз ойларыңызды жазып кетуді ұмытпаңыздар.